Ендігі ұсынысым Эйр Астанаға қатысты. Біз егер билетті өз басымыз қайтаратын болсақ, бізге шынын айтқан тек қана ваучер беріледі. Қайтармайды да, қаншама пайызын ұстап қалады. Бірақ Эйр Астана 2 сағат бұрын сізге хабарлама жібереді, кешігеді деп жібереді 2 сағат бұрын. Одан кейін бір 50 минуттан кейін, 1 сағаттан кейін тағы 2 сағатқа кешігеді дейді, сіз уже аэропортта күтіп отырасыз. Одан кейін тағы 1 сағаттан кейін тағы да айтады сізге, тағы да кешігеді деп. Бірақ та 6 сағаттан асырмайды. Көрдіңіз бе қайдан жатқанын? 5 сағаттың ішінде сіз күтіп отырасыз аэропортта. Енді қараңыз, бұл жерде ақшаны қайтарудың мәселесі. Жаңа Елтерекбай алып кетті ғой, толық. Ол жерде ақша қайтпайды сізге. Мен жібердім, мен сол сайттың бәрін қопарып отырып, мен сол күні жібердім, сұрадым, мен өткен вторник күні кешіктім. Комитеттің отырысына кешікті. Таңғы 7:05-тегі самолет сағат 1-ге дейін кешікті. Мен пландап, жоспарлап қойған едім. Енді қараңыз, мен оны жібердім, мен әлі күнге дейін ақшамды алған жоқпын. Ақша келе ме жоқ па әлі белгісіз. Бірақ та ваучер беру мүмкін маған. Кешіріңіз, мен ақшамен төледім ғой, ваучермен төлеген жоқпын. Қандай құқыңыз бар сіз маған ваучер беретін қайтадан? Енді қараңыз, мен сол жерде жүріп, аэропортта жүргенде сұрастырдым. Бұл рейс неге кешікті? Маған келген SMS бойынша техникалық жағдайға байланысты дейді. Кешіріңіз, олай емес екен. Камбоджаға, Таиландқа және Вьетнамға ұшып кеткен ол рейс, ол самолеттер. Ол жақтан кешігіп келмей қалып отыр. Көрдіңіз ба? Кешіріңіз, сіз жоспарладыңыз ба менің рейсімді? Менің самолетім тұру керек ол жерде. Сондықтан осыны бақылауға алуыңызды сұраймын министріміз.